Сәлем достар, бүгін бізде логикалық сұрақтар мен жұмбақтар айдары. Бұл сұрақтарды бір ойланып таба алмайсыздар. Сондықтан ойлануға уақыт жетпесе, видеоны кідіртіп асықпай жауабын пайымдауға болады. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Егер әлі де бәрі бар арнасына жазылмаған болсаңыз, қызыл түймені басуды ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Номер бірінші сұрақ. Сабина өз бөлмесінде болған еді. Сол уақытта бір адам есікті тоқылдатты. Есікті ашқан кезде бейтаныс адам екенін көрді. Ол өз кезегінде таң қалды да, және кешірім сұрап, қателесіп кетіппін. Бұл менің бөлмем деп ойлап қалдым деді. Ол кеткен кезде Сабина есікті жауып, бірден қонақ үйдің қауіпсіздік қызметіне қоңырау шалды. Неліктен ол бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенді. Дұрыс жауабы. Сабинаны ойландырғаны. Ер адам есікті қақты. Егер бұл оның бөлмесі болса, олай жасамас еді. Әдетте ұрылар бөлмеде біреу бар жоғын тексеру үшін осылай әрекет етеді. Номер екінші сұрақ. Арман Алматыда үлкен компанияның менеджері болып жұмыс істеді. Компания директоры оны Нью-Йоркке сапарға жіберуге шешім қабылдады. Және жаңа клиенттерді табу үшін Арманға үлкен ақша бөлді. Бір аптадан кейін Арман Zoom арқылы директормен байланысып, қазіргі уақытта Нью-Йоркте екенін, бірақ өкінішке орай жаңа клиенттерді таба алмағанын айтты. Бұл кезде директор бір нәрсе дұрыс емес деп күдіктенді. Және компьютер экранына қарап, ол Арманның өтірік айтқанын білді. Қалай өтірік айтқанын түсінді. Дұрыс жауабы. Әрине сіз Арманның фонындағы сағатты байқадыңыз. Олар компания директорының кеңсесіндегі сағатпен бірдей уақытты көрсетеді. Алайда Алматы мен Нью-Йорк әртүрлі уақыт белдеуінде орналасқан. Арман өтірік айтады, және Нью-Йоркте емес. Номер үшінші сұрақ. Джон әйгілі ғалым болды. Ол уақыт машинасын жасау үшін ұзақ уақыт жұмыс істеді, және оның тәжірибесі сәтті болды. Эксперименттің бірінде Джон орта ғасырлық құлыптың зынданына түсіп кетті. Сол жерден шығу үшін 4 туннель бар. Ауыр есіктің артында жасалған әрқайсында қауіп күтеді. Бірінші есіктің артында қатты өрт шығады. Екінші есіктің артында жүздеген улы жыландар. Үшінші есіктің артында аш акула бар. Төртінші есіктің артында аш арыстан. Джон аман қалу үшін қай есікті таңдау қажет? Дұрыс жауабын пікірге жазып кетіңіздер. Неше адам дұрыс жауап бере алады екен? Номер 4-ші сұрақ. Қала орталығында банктен дабыл түсті. Оқиға орнына келген полиция белгісіз адамның банкты тонауға тырысқанын білді. Полиция ғимаратты қоршап алып, берілуге шақырды. Дегенмен ол банктың бірнеше қызметкерін кепілге алып, ұшып кету үшін ғимараттың төбесіне тікұшақ отырғызуын талап етті. Сонымен қатар, қылмыскер 2 қара масканы алып келуді бұйырды. Ол оған не үшін қажет? Дұрыс жауабы. Қылмыскер ғимараттың төбесіне шыққан кезде, тікұшаққа отыру кезінде полиция оны мергендердің көмегімен өлтіруге тырысуы мүмкін. Сондықтан ол өзіне және банк қызметкеріне маска киюді ұйғарады. Төбесінде 2 адамды көрген полиция оқ атпайды. Өйткені олардың қайсысы қылмыскер және банк қызметкері екенін түсінбейді. Номер 5-ші сұрақ. Инспектор Ферсман 1 жыл ішінде Лондон мұражайының бірінде үлкен тонау жоспарланғаны туралы ақпарат алды. Қылмыстың алдын алу үшін инспектордың құпия полиция көздерімен тонау қай айда болатынын білу керек еді. Олар шифрланған жазбаны ала алды. Инспекторға жазбаны анықтауға көмек бере аласыздар ма? Қай айда ұрлық болды? Дұрыс жауабы. Бұл Лондонда болғандықтан жазба ағылшын тілінде болатыны айдан анық. Егер сіз жазбаны жартысынан кесіп тастасаңыз, онда сіз July деген сөзді анықтай аласыз. Бұл шілде айында тонау болады дегенді білдіреді. Номер 6-шы сұрақ.
Екі дос бассейнде жүзді. Бір кезде Серік су астында 2 минут тұра аламын деп мақтанды. Арман бұл қиын емес деп жауап беріп, мен су астында 10 минут тұра аламын деді. Серік күліп, әлемде бірде-бір адам бұны істей алмайды деп, олар $1000 бәсекелесті. 10 минуттан кейін Арман $1000 ұтып алды. Қалай? Дұрыс жауабы. Әрине бұл қызық сұрақ. Өйткені әлемде бірде-бір адам оттегісіз 10 минут тұра алмайды. Бірақ Арман бұл мүмкін екенін айтты. Ол су астында 10 минут тұрамын деп жай стаканға су құйып басына қойды. Нәтижесінде ол айламалдың көмегімен дауды жеңді. Номер 7 сұрақ. Дэвид тау өзені жағасында демалып жүргенде күтпеген жерден оның артынан белгісіз адам Дэвидтің заттары бар сөмкені ұстап алып суға секірді. Дэвид жақын жерде жүзуді білмеді. Ол полиция қызметкерін байқап, оны көмекке шақырды. Полиция қызметкері жеткенде Дэвид не болғанын суреттеп, қылмыскерді көрсетті. Сол кезде ол өзеннің арғы жағына жүзіп жеткен еді. Полиция қызметкері жағдайды мұқият тексеріп, Дэвидтің өтірік айтқанын және өзі бұл тонауды ұйымдастырғанын айтты. Полиция қызметкері бұны қалай түсінді? Дұрыс жауабы. Бұл жағдай жылдам өзен жағасында болды. Дэвид қылмыскерді қарама-қарсы тұрды деген болатын. Өзен ағыны жылдам болғандықтан қылмыскер бірнеше метр ағынмен астыға кетіп жағадан шығатын еді. Номер 8 сұрақ. Екі ұқсас бейнені тап. Номер 9 сұрақ. Серуендеу кезінде екі дос кездейсоқ терең шұңғырға түсіп кетті. Онда екі кірпіштен басқа ештеңе болмады. Достарының бірі осы кірпішке көтерілді. Екіншісі оның иығына көтеріліп шығуға тырысқанымен, олардың бойы шетіне жету үшін жеткіліксіз болды. Екеуі көмекке шақыруға тырысты. Дегенмен айдалада ешкім жоқ еді. Және де қаладан тыс жер болғандықтан, олар телефон арқылы көмекке шақыра алмады. Сұрақ. Достар құтқарылуы үшін не істеу керек? Дұрыс жауабы. Сұрақсыз ойлағандай қиын емес. Шығуға бірінші рет тырысқанда олар кірпішті көлденең қойды. Алайда олар кірпішті тігінен қойса, шығуға мүмкіндіктері пайда болады. Номер 10 сұрақ. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Алдағы қызықты видеоларды бірінші болып көру үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Және де неше сұраққа жауап бергеніңізді пікірге жазып кетіңіздер.